Қайырлы күн оқырмандар, ана тіл сабағы 77-ші сабақ, 1-ші сынып. Бүгінгі тақырыбымыз заттың қимылын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу: оқы және мәтін бөліктерін орнына қой дейді. Өкпелеген үлесінен құр қалады. Атасы оған: солай балам, өкпелеген үлесінен құр қалады, деді. Қоян ата көжектеріне көп сәбіз әкелді. Бір-бірден бөліп берді. Ең кенжесі сұр көжек: маған қотыр сәбіз бердің, жемеймін, деді. Ал сәбізді басқа бір көжек бір-ақ асады. Сұр көжек аш қалды. Бұл жерде үлес дегеніміз тиесілі бөлік, яғни белгілі бір заттың бөлігі. Қоян ата көжектеріне не әкелді? Сұр көжектің ісі дұрыс болды ма? Өкпелеген үлесінен құр қалады деп неліктен айтады? Осы сұрақтарға жауап береміз, балалар. Екінші жаттығу: көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Атасы орманға барды. Сол жерден қоянды көрді. Немересі қоянды алып келді. Бұл жерде балалар іс-әрекетті білдіретін сөздерді қояды екенбіз. Барды, көрді, алып келді деген сияқты. Үшінші жаттығу: ребусты шешуіндегі сөзбен сөйлем құра. Суретте ұшақ, тас және әрпі берілген екен. Сонда ұшты деген сөз шығады екен. Бұл іс-әрекетті білдіріп тұр.